Мен YouTube жүргіземін де дос. Сондықтан кішкене камера түсіремін, ренжімейсіз ғой? Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылар. Біз замерге келдік. Так, міне енді салынып жатқан үй. Әлі жарық қосылмаған. Біз өлшеуді бастаймыз. Бізге өлшейтін құралдар. Бізге жазатынға қағаз. Қағаз қалам. Содан кейін метр керек болады. Так, мына жақ қалай аталады? Первомайский рай. Первомайский рай. Көше аты ештеңе жоқ шығар бұл жақта, 9-шы линия, 12-ші участка. Самасы. 9-шы линия, 12. Так, мынау қандай бөлме? Мынау кухня. Айта бере беріңіз. Так, кухня. Так. Так, міне мына қабырғадан бастаймыз. Мына жақ қабырғаға атамыз. 178 примерно. Қойдық. Так, енді осыны жазамыз. 8 522. Енді қалған комнаталар қараңғы болғандықтан біз телефонды өшіріп, барлық замерді өлшеп болғансың тағы түсіреміз. Сол 1 квадрат болды. Мысалы, мына жердің полотносын есептедік. Мына жерге 1 квадрат узор қоям десеңіз, үстіне 5 қосылады. Үстіне қосылады да полотон. Алмайды ғой. 2 люстрамыз, 2 жағынан сонда не? 2 квадрат болып кетеді ме? Залға? Залға қараңыз, енді мен просто санау үшін айттым, 1 квадрат деп. Бірақ 1 квадрат, 1 квадрат аздық етеді, ширина үлкен болған сайын кішкене үлкендеу қою керек болады. Пропорциясын жасау керек болады. Сондықтан сіздерде где-то 1,5-нан қойсаңыз 3 квадрат болады ғой, 2 жерге қойсаңыз. Сіздер ана карнизді қалай қыласыздар, терезенің карнизін? Стенаға қойсыздар ма или потолокқа қойсыздар ма? Стенаға қоямыз. Стенаға қойсыздар, Стенаға қойсаңыздар бізге независимо, да? Стенаға қоямыз ғой. Потолокқа... Алдыда бәрі, смотри. Стена, кольцевой бәрі стена емес пе? Натюрный емес пе? Стена ғой? Если потолочный болса, онда люстраны жеңгірсің. Қалай болады? Онда біз скрытый карниз ба, не скрытый ма, біз жасап кетіміз керек болады. Онда уже бізге дополнительный услуга жасап төленеді. А енді стенаға қойсаңыз уже независимо, да, бізге қатысы жоқ. Люстраның орындары ше? Люстраның орындарын бәрін дайындап кетеміз ғой. Тоғын шығарып, центровкасын жасап, солай жасап кетеміз. Сразу укрепление жасау керек қой іште. Дайындап қою керек. Дайындап қоямыз. Жоқ, өзіміз дайындаймыз ғой. Просто тоғын әкеп қойған болса болды. Біреулер салбыраған, не салбыраған, дұрсындегі кішісін төліп отырды ма? Натюрныйға. Мына люстраның астына, в общем, бұлайнан Жасайым жүрді ғой? жасап кету керек қой, ағаш. Бұрыс. Люстра ілеміз или, может, висящий болады, может, жабысатын болады. Дұрыс айтасыз, енді бұрыс қойсаңыз ол кез келгенде келе береді. Соны қараңыз, оны уайымдамаңыз, оны жақсылап. Мына центровкасын жасаймыз, по диагонали атып, тура ортасын тауып беріп, сол жерге қойып. Сөйтті, дұрыс. Мынандай диагонал тауып берші бәрді. Қайсын диагонали? Мына жерге спот болады, мына жерде, көрдің ба? Шебір ғой. Ана өрсе, братан, көрірсіз, қойырсыз. Біз парша жетіп тұрған жас шық. Егер спот болса, бізге астының диаметрлары керек болады. Біз енді... Тез қазір. Астына платформа дейді ғой. Сол спот жанған жағдайда кейін ауыстырылатындай соған түнде платформа деген нәрсе бар. Соны біз қойып кетеміз. Так, карниз стенада, Стенада. Стенада ғой? Осы үрлікті. Осы бәрі стеновой, саған карниздің қатысы жоқ. Қатысы жоқ, жақсы. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар?
андай сұрақ болған кезде енді ана нені ойланамыз ол сол на месте шешіп звондай саламын ғой осындай шештік узор болған сен узорлардың маған сізге каталог жіберіп қояйын. каталог жіберіп қойыңыз біз қарап соны скрин жасаймыз да өзіңізге жібереміз осы болады осы болады бізге короче мынаны есептейсің матовый болатын болды иә, барлығы полный матовый. Бұның ең бір жақсы обой таңдасаңыз да, мебель таңдасаңыз да, ақ свет болғаннан кейін бәріне кете береді, қиналмайсыз. Ақ таңдадыңыздар ғой, ол өте жақсы да. Таңдауға, басқа нәрсені таңдаған кезде қиналмайсыздар. Любойына кете береді. Кейінде обойды ауыстырсаңыз да басқа обой келе береді. Қазір өзіңіз білесіз ғой, ақ модаға көшті, бүкіл есіктің бәрі ақ. Так, тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Болды. Бәрі түсінікті, иә? Түсінікті. Болды, басқа не болды? Айтпаңыз, қанша сантиметр түседі? Қанша сантиметр түседі? Вот, осы сұрақ, дұрыс сұрақ. Енді қараңыз, сізде лазермен, потолочный лазермен атамыз, иә? Сол кезде минимальный точкадан 3-4 сантиметр түсіреміз. Біздің багетіміз орналастыратын жері қалып. Примерно негізі көбінесе қанша түсіріп жүрсің? Ол енді сіздің салған үйіңіздің диагоналына байланысты. Егер диагональ ровный болса, онда бәрі жер сонда бірдей болады. Болды онда өзі көреміз. Сол установка жасап жатқан кезде прям лазермен көзіңізге көрсетеміз, иә? Что жоғары мейлінше жоғары істеуге тырысамыз. Сөйтіп сол жоғарылап тұрсыз ғой патрон. Мына бүйтіп көрсеңіздер болады. Жатып ше? Түсінбедім. Көрсеңіздер. Мынадан. Нүкілиясы. Бүйтіп жатып көрсеңіздер болады. Тырнақтармен көріңіздер. Тартып тұрыңыз. Шетіне тартып тұрыңыз. Тарта беріңіз. Жыртылып кетпейді. Енді біреу жырту үшін бұны бұлай бүйтіп екі жаққа айыру керек та. Жоқ, пешсіға тұрған жоқ қазір. Иісі болмайды. Иісі жоқ, иісі жоқ. Аллергия бермейді. Кішкентай балаларыңыз аллергетик болған жағдайда орната берсеңіздер болады. Қараңыздар, замерге барған кезде, үйді осындай сызған кезде схема түрінде сызыңыздар. Прямо үй қалай тұр, бөлмелері қалай орналасқан, тура сол сияқты қылып сызған дұрысырақ болады. Неге десеңіздер, клиент артынан тағы да узор, не болмаса спот, карниз тағы да осындай қосымша заттарды орнатқысы келетін болса, ол кісілер бұл әр бөлменің өлшемдерін білмеуі мүмкін. Ол кісілер сізге кіргенде оң жақтағы бөлме деп айтуы мүмкін. Болмаса кіргенде сол жақтағы бөлме деп айтуы мүмкін. Сіз сол кезде осы схемаға қарайсыз да, кіргенде оң жағында десе, значит, оң жақтағы бөлме. Кіргенде прямо кіріп кеткендегі бөлме деп айтса, значит, мына спальня деген сөз. Осындай схема түрінде жазсаңыз, сізге өте қолайлы, клиентпен жұмыс істеуге өте ыңғайлы болып саналады. Енді осы комнаталардың квадраттарын есептеп, астына квадраттарын жазып қойдық. Осы квадраттарының қосындысы бізде 120 квадрат болды. Яғни осының барлығы 120 квадрат. 120 квадратты енді әркім өзінің бағасын қояды. Мысалы, мен 1000 көбейткенде 180 300 шықты, міне осы сума шықты. Осыдан кейін барлық бөлмелердің периметрін есептеп шығу керек болады. Багетті сыртына шығару үшін. Яғни бізден барлық периметрлері 124 погонный метр болып санадық. Бұл өз кезегінде 150 теңгеден көбейтсек 18600 теңге шықты. Осыдан шыққан санмен полотноның екеуін қосқан жағдайда 199 000 шығып тұр. Біз клиентке осыны есептеп бердік. Енді қалған тағы да узорлар болса, споттар болса, карниздар болса, тағы да үстіне қостыртсаңыздар болады. Біз объектіні 9 күні өлшеуге бардық. 10 күні бізге клиент задатығын аударды. Экранда чекті көрсететін боламын. Ендігі айтатынымыз, Қазақстанның экономикасын көтеру үшін
кәсіпкерлер көп болу керек. Сондықтан да осы кәсіп жайында таратуларыңызды сұраймыз. Конкурентіміз көбейіп келеді. Не болмаса клиентіміз азайып қалады демеңіздер. Себебі әркімнің несібесі әртүрлі. Сондықтан да подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық топтарға тарата жүріңіздер, біреуге көрсете жүріңіздер. Кәсіпкерлерді дайындауға атсалысыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Ендігі видеода жүздескенше сау сәлеметте болыңыздар.